Барлықтарына сәлем. Бүгін біздегі менің homework-тағы тапсырмам бұл осындай осы 218-ден 224-ке дейінгі барлық тапсырмаларды түсіндіріп explain жасау. Яғни ең бірін 218-ден бастап. Яғни ең бірінші мен барлығын түсіндіріп шығатын болам. Ең бірінші homework'та бізде pass или fail 60-тан көп, ал көп болмаса fail, аз болса fail деген сияқты. Мына жақта яғни төрт оқушының осындай алған бағалары деп алатын болсақ, бізге осы алған оқушыларды кімдікі қандай екенін соны анықтау қажет. Яғни бағалар арқылы олардың қандай деңгейде екенін анықтау ғой. Сонда бізде мына жақта бізде кодта бізде бұны былай жаздық. Бірінші const gradis, сосын мапты қолдандық, одан кейін осы условия қойдық, pass, fail, соларды. Сосын graded деген, яғни әр цикл ғой, әр цикл сайын қайталанатыны, яғни әрқайсысын жеке-жеке тексеру үшін, ал мап болса жаңа нәрсеге айналдырады. Мысалы 45 болса 45 ол бір нәрсе, 60 бір нәрсе, 75 бір нәрсе, 30 бір нәрсе болады, сол кезде солай болады. Ал граде болса бұл әр санның аты, яғни жеке-жеке барлығын қарап тексеріп шығу үшін. Pass, fail, яғни мынандай болса pass, мынандай болса fail деген сияқты. Мынау типа if else деген сияқты ғой. Если мынау болса мынау болмайды деген. Біз бұны мына жақтан тақырыптарды өткенбіз Аружан тичермен бірге. Сосын бізде 219-шы тапсырма. Бұл жақта бізде тапсырма из массива товаров оставить только товары дороже 5000-нан и получить массивы их названия. Яғни бізде бұл жақта қымбат заттарды таңдау, ал 5000-нан төмен заттарды бізде оларды таңдамай просто алып тастау. Мынау бізде input деймін ба? Осында input. Мынау осы біздің тапсырмада берген input'ы, яғни лаптоп, маус, фон, осылардың бағалары жазылған, сосын арасынан қайсы 5000-нан жоғары соны ғана қалдырады, ал қалғанын алып тастайды. Яғни осы маус арзан болып тұр, осыны алып тастау қажет біздің тапсырмамызда. Сосын біз бұл жақта әр затта екі нәрсе бар, ол біреуі name, яғни заттың аты, сосын price, оның бағасы. Сосын кодтарды қарайтын болсақ, бұл жақта фильтр бар, яғни мынақта const result products, яғни мына жақтағы осы продукт резалты осы продукты болу керек. Яғни осының ішінен таңдайды деген сияқты ғой. И осының ішінен фильтр біздің жақта фильтр продукт көріп тұрмыз. Бұл бізде фильтр, бұл типа фильтровать етіп, осының ішінен 5000-нан төмендерін алып тастайды деген сияқты. Керек заттарды қалдырады, керек емесін алып тастайды, яғни 5000-нан төмен болса алып тастайды. Сол үшін бұл берілген. Сосын аяқта одан кейін ары қарай бізде осылай тұр. Сосын осы жақта егер 5000-нан төмен болса, оны алатын аяқта алып тастайды. Map дегеніміз, яғни оның әрқайсысын жеке-жеке қарап шығу үшін мыналарын лаптоп, маус, фон бүкілін жеке-жеке условияны тексеріп шығу үшін. Бірінші ол бізде осы жақта тұрады, сосын одан кейін мынаған барып ішіне кіреді, осы фильтрмен фильтровация етеді, сосын маппен жеке-жеке қарап условияны өтіп, сонда бізде жауабы шығады. Бұның жауабы лаптоп, сосын фон. Ал мыналар болса, ал маус болса, ол жатпайды, потому что оның бағасы 3,5 теңге тұрады. Енді бізде 220-шы тапсырма. Бізде 220-шы тапсырмада, яғни дауыс әріптерден басталатын сөздерді қалдыру деген сияқты ғой. Оставьте слово, которое начинается на гласных. Мынақта const words, яғни бізде осы өзіміздің мини-инпутымыз болады.
Сосын мына жақта кодқа келетін болсақ, бұл жақта бізде өзінің басында берген мини инпуты, яғни оны адам өзі жазбайды, бұны уже сода тапсырмада есепте беріліп тұрады. Сосын мына жақта cons vowels, мына жақта осы гласный әріптерді жазып қойдық. Сосын result осы walls точка фильтр деп алдық, потому что осының ішінен каждый не сөздің ішіндегі әріптер барлығы соның ішінен фильтровация ету үшін. Taller case деген яғни үлкен әріптер. World деп яғни бағанағы апельсин, банан, яблоко, груша деген сияқтыларды алдық. Мына жақта world 0 индекспен тұр. Бұл жақта бірінші әріп деген сияқты, яғни бірінші әріп А, Б, Я деген сияқты сондайлармен басталса деген секілді. Ал taller case барлығы кіші әріпке айналдырады. Барлығын кіші әріпке айналдырады, чтобы алдын ала сақтану үшін. Сосын одан кейін includes, яғни ол осы әріп бар ма, жоқ па, осыны ауыстыра ма, жоқ па, соны айтады. Яғни true, false, ол бар ма, жоқ па айтып береді. Сонда нәтижесінде бізде қандай нәрсе шығады? Бізде апельсин мен яблоко шықты. Мына жақта адам басталатын тұр. Сосын яблоко, я деген әріп қана бар. Ал қалғандары Б гласный емес, Г гласный емес. Сосын 221 тапсырмаға келетін болсақ, 221 тапсырмада бізде пользователь выводит числа, создайте массив квадратов этих чисел. 221 тапсырмада бізде яғни сандардың квадраттарын шығару қажет. Сандардың квадратын шығаруымыз керек. Бізде input өкінішке орай берілмеген. Енді сол үшін біз оны адам өзі условия қойып шығаратындай етіп жасауымыз қажет. Мына жаққа бізде уже input prompt берілдік. Біз input prompt деп жаздық, потому что мына жақта бұл осы текст алу үшін. Ал егер number prompt десек, ол жақта уже ол сандарды ғана қабылдай бастайды. Сол үшін біз просто prompt алдық. Мына жақта input ден алдық, из-за того, что бұл мәтін қып қабылдау үшін. Ал split болса, яғни input барлығын бірге алатын болса, мысалы барлығын жазып берген нәрсесін общий зат қып алады, например. Ал split болса, оның әрқайсысын бөлек жазып береді. Сол input ішіндегі әр нәрселердің барлығын бөлек мысалға андай не тұрса, промптың ішіне адам мына жақта сан жазса, ол санды алады да, сандарды алады да, жеке бөлек, яғни әріпті string айналдырады. Split соны бөліп береді. Map number дегенді stringті numberге айналдырып береді. Мына жақта біз мысалға текст қабылдаймыз да, сосын оны string айналдырамыз. Number екі немен жаздық, звездочкамен, екі звездочка бұл уже квадратты білдіреді. Мына бетте ашылмайды, сол үшін мына жақта ашып көреміз. Негізін аяқта шығып тұр. Ешін қате шығып отқаны. Осындай. Сосын 222 тапсырма. Бізде пользователь выводит слова. Оставьте слово длиной больше 5 символов, а остальных не оставляйте, Бізде яғни ұзын сөздерді қабылдайды, ал 5 сөзден төмендерді қабылдамайды. Бізде бұл демода келген. Сосын ең бірінші біз не жасауымыз керек?
Бұны тоже сплитпен жасаймыз. Сплитпен соны не қылып, string numberмен соны, солай жасаймыз. Ең бірінші мына жақта уже тоже қайттан input бердік. Барлығын общий қабылдау үшін, сосын const words деген айқа жазғандардың барлығы. Сосын input split is the input общий бәрін, ал split болса жеке-жеке барлығын қарау үшін арасына space бердік, чтобы ананың арасында space болу үшін. Result words filter деген, яғни каждый әріптерді фильтровать етеді. Әріп сөздің ұзындығы 5-тен көп болса, онда ол сөз болып саналады, и содан кейін результатқа уже сол 5-тен көптер қана қабылданады. 223-ке келетін болсақ, бізде создайте массив, где каждое число замена на плюс, если число меньше 0, если тең болса 0 мен, минус если 0 көп болса. Яғни 223-те бізге белгі қою қажет. Белгі қою қажет. Сосын бұл жақта енді түсіндіре кететін болсақ, мына жақта num деген, бұл numға 0, если плюс болса, ал екеуі 2 теңмен 0 болса, онда ол жауабы жоқ дегенді білдіреді. Сонда нәтижесінде мына жазған нәрселердің барлығына алдына минус, 0-ден 0 шығады, 7-ден плюс шығады, ал 3-ден тоже плюс шығады, ал минус 2-ден минус шығады. Сосын 24-ші тапсырма. Бұл жақта бізде создайте массив, где каждое слово записано в обратном порядке. То есть мынау бізде берілген кішкентай input, код мир JS деп тұрса, JS мир код деп солай наоборотынан орналасу қажет. Сөздерді яғни кері қарайын алдырып жазу керек. Яғни біз бірінші кодқа өзінің андай бағана берген inputын жаздық. И одан кейін аяқта result қойдық. Resultқа map, чтобы жеке-жеке қарау үшін. Word split, чтобы оны не істеу үшін. Кодтарды бөлек-бөлек қабылдау үшін. Ол reverse, это чтобы айналдыру үшін. Reverse join, join болса, соны айналдыру үшін док. Яғни осымен cancel result болады, и сонымен бітті. Жауабын көретін болсақ, dog, dim, jazz. Мені осындай reverse жасайды. Енді қорытындылай келетін болсақ, map өзгертеді, фильтр таңдайды, split бөледі, кесіп тастайды, join біріктіреді, reverse бәрін кері қара айналдырады. Сондай. Сау болыңыз, тичер, менің десем, мына жақта новый папка ашамын. Homework қарнап. Екі жүз 18 бен 224. Мына жақта копировать етіп алайық. Енді мынаны аша берсек болады. New file. Сосын index.html.
Аяқта just шалғап жатырмын. Just бірақ just failed қазір енді шам. Вроде болды. Осымен менің тапсырмам бітті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.